Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» повесінен үзінді оқитын боламыз. Оқу мақсаты әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Қымбатты оқушылар, білсеңіздер, мына өлеңді бірге шырқайық. Жойылсын жалғызсыз соғыс деген, оғдасы мәңгіге жойылсын. Бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Ел достарым, ән бастайын, көтеріп жаңғыртып. Даласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Даласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Осы бір шумақ өлеңнен соғыс деген сөздің жойылып кетуін армандайды. Бәрімізге белгілі 1941 жылы 22 маусымда Германия Кеңес-Герман келісім шартын бұзып, Кеңес одағына соғыс ашқан болатын. 1941 жылғы қараша мен 1944 жылғы маусым аралығында Қасым Қайсенов жау тылына 4 рет десантпен түсірілген. Әуелі 1941 жылы 19 қарашада Украинаға, 1943 жылдың соңында Молдавия жеріне, 1944 жылдың басында Румынияға, соңғы рет 1944 жылдың маусым айында Карпат тауына парашютпен түскен. Соның барлығында да жандағы майдандас достары әртүрлі жағдайда өлім құшса, кейде санаулы достарымен, кейде жеке өзі аман қалып отырған. Сонан ақыры жау тылынан бірақ шықтым Украинадан. Украинаның көп өлеңдерін айтам. Мен олардың запевалы болып кеттім. О кезде өзімде даусым жақсы еді, қазір енді нашарлады ғой. Ну-ка, починай, Вася дейді. Онысын соғам мен баяға. По залогам зелененький, по залогам. Соғамын. Сонын олар қосылады. Сели Украина деген керемет мелодичный қал. Қасым Қайсенов Қазақстан жазушылар одағында түрлі баспаларда жауапты қызметтер атқарады. Кейіннен партизандық өмір жолын, қарулас жолдастарының қаһармандығын бейнелейтін жас партизандар, ажал аузында, жау тылындағы бала, партизан соқпақтары, Днепрде, жау тылында, елімнің ертеңіне сенемін, естеліктер мен жазбалар секілді көптеген кітаптарын құнарлы тілмен оқырман жүрегіне жеткізеді. Жалпы қазақшасы бар, орысшасы бар, украин тілінде шыққаны бар, 30 шақты кітабы жарық көріпті. Соның бәрі жаңағы Украинадағы соғысы жөнінде, партизандық отрядтардың жаңағы жорығы жөнінде. Таңғалатыным, сол енді бәлен қанша жыл уақыт өтті соғыстан кейін, қанша өмір баттан кешті. Сол жерде болған оқиғалар, адамдардың аттарын, жер аттарын, бәрін кеше ғана көріп келгендей қылып айтады ғой. Және оқиғаларды, шайқастарын, сонда жаңағы адамдарды, түр-түсін дәл келтіреді. Бұл не деген зерде десеңізші? Қасым Қайсенов 2-ші дүниежүзілік соғыстағы ерлігі үшін Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен, 3 рет Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен және көптеген медальдармен марапатталған. Бірақ Кеңес одағының батыр атағы мен жазушылық қырымен танылған кездегі еңбектеріне мемлекеттік сыйлық берілмейді. Есесіне қас батыр Қасым ерлікті аңсаған жас ұрпақтың ең сүйікті кейіпкері. Қаламгер Қасым елдікті аңсаған жас оқырманның ең сүйікті жазушысы атанды. Шын батырға халықтың құрметі мен қошеметінен артық марапаттың керегі де жоқ еді. Тек қазақ азат ел болған тұста президент жарлығымен 1995 жылы Қасым Қайсенов тәуелсіз Қазақстанның халық қаһарманы атағымен Отан орденін алғашқылардың бірі болып кеудесіне тағады. Балалар, бейнероликтен Қасым Қайсеновтың өмірі мен шығармашылығынан қысқаша үзінді тыңдадық. Бұл кітабында партизан жазушы Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін суреттеп жазған. Сұрапыл соғыс жылдарында Украина жерінде
10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қилы өмір соқпағы суреттеледі. Кешегі өткен Ұлы Отан соғысы кезінде 10 жасар қазақ баласы Украина жерінде жау тылында партизандар қатарында ерлігімен көзге түсті. Әңгімені оқи отырып, кейіпкерлердің іс-әрекетін және автор берген портреттік мінездемені салыстыра отырып толтырыңдар. Екінші тапсырма: оқиға желісіне сурет салсаңдар болады. Мына алдарыңызда оқушылардың салған бейне суреттері. Сабағымызды қорытындылай келе, Ұлы Отан соғысында ел күйреп, талай адам ажал құшты. Сол соғыста өзінің қайсар ерлігімен, қайратты мінезімен жауынгерлерге жігер берген бабаларымызға мың алғыс. Бәріміз бірге осы әнді шырқайық. Жаутаңдап қарап, дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз долың сұрауға, жолыңда тосып ана жүр. Қаншидың ұралап адамын, қаншиде сөніп қалың доттар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарың келер деп, төрелі сайлап орындым. Батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолында. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған анашыл. Көкемді айтпай танырмын деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол досар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы сандықтар. Барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Соғыстан қайтқан солдаттар. Иә балалар, сол сұрапыл жылдарда қанша замат жер құшты, қанша бала әкесінен, қанша ана баласынан, қанша үй тірегінен айырылды. Сонау бір сұрапыл соғысты мәңгі есімізден шығармаймыз, ерліктеріне тағзым етеміз. Бүгінгі сабақта әсерлеріңді кері байланысқа жаза қойыңдар. Назарларыңа үлкен рахмет.